Қазақстандықтар, көріңіздер, жетеде сақ болыңыздар. Сәлеметсіз бе, қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Жексенбіде қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды. 23 тамызда елдің басым бөлігінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасалды. Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде жаңбыр, найзағай, күндіз жаңбыр, найзағай. Облысының батысында, солтүстігінде, орталығында қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл күтіледі. Батысында, шығысында, оңтүстігінде, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Түркістан облысының батысында, оңтүстігінде, таулы аудандарында өткінші жаңбыр, найзағай күтіледі. Күндіз облысының солтүстігінде шаңды дауыл болады. Ақтөбе облысында солтүстік-батыстан жел соғады. Түнде облысының батысында, оңтүстігінде, орталығында, күндіз облысының солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 миллисекунд болады. Павлодар облысының оңтүстігінде, шығысында аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі. Атырау облысында күндіз 35-38 градус қатты ыстық күтіледі. Алматы облысының батысында, оңтүстігінде аздаған жаңбыр, найзағай, таулы аудандарында жаңбыр, найзағай, күндіз кей уақыттарда қатты жаңбыр, бұршақ күтіледі. Іле Алатауы жаңбыр, найзағай, күндіз кей уақыттарда қатты жаңбыр, бұршақ күтіледі. Батыс Қазақстан облысының батысында күндіз 35 градус қатты ыстық күтіледі. Абай облысының батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Облысының оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Астана қаласы жаңбыр, найзағай, күндіз кей уақыттарда қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл күтіледі. Қостанай облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде жаңбыр, найзағай, облысының солтүстігінде кей уақыттарда қатты жаңбыр, күндіз бұршақ, дауыл күтіледі. Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде түнде және таңертең тұман күтіледі. Жамбыл облысының таулы аудандарында жаңбыр, найзағай күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады. Облысының шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Солтүстік Қазақстан облысында жаңбыр, найзағай, облысының батысында, оңтүстігінде қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл күтіледі. Ақмола облысында жаңбыр, найзағай, түнде облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде қатты жаңбыр, күндіз облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл күтіледі. Павлодар облысының батысында, оңтүстігінде күндіз жаңбыр, найзағай күтіледі. Маңғыстау облысында күндіз 38-42 градус қатты ыстық күтіледі. Жетісу облысының оңтүстігінде, шығысында, таулы аудандарында өткінші жаңбыр, найзағай күтіледі. Қызылорда облысының орталығында, оңтүстігінде күндіз шаңды дауыл күтіледі. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.